куәгер болған нәрсенің біреусі біздің де атымызды пайдаланып, ал дарын шақырып жатыр екен, дарын айтып жатыр деген нәрселерді кездестіріп қалып жатырмыз. Әлбетте айтқанда бұл осы 60 жер өрте деген сияқты біреулердің өзінің өтірігін өздері өткізе алмағаннан кейін кісілердің атын батылданып өткізу бұл да қылмыс болып келеді екен. Бауырлар, сақ болыңыздар. Сақ болыңыздар, ол нәрсеге бармаңыздар. Ол үлкен зиян әкеледі. Аллах Тағаланың беріп тұрған нығметін түсінейік, білейік. Сол үшін бұл жерде жаңағы Аллахтың құлшылығы істеп жатқаннан кейін оған шүкірлік ете білейік. Одан кейін және бір тақырыпты айта кеткім келеді, ол мына такфир тақырыбы. Бұл да қатты белең алып кетті. Білетіні де, білмейтіні де осы тақырыпқа кіріп кеткен. Бұл маңызды тақырып емес, керек те тақырып емес еді. Біз тіпті өзіміз үлкен ғалымдар арасында болған кезде осы намаз оқыманға ентірейтін болсақ, намаз оқитын адам кәпір ме, кәпір емес пе деген, оны кеше намаз бастағанда бір апта болғанына адамды айтып жүр, оны намаз бастағанда бір жыл болған адамды айтып жүр, оны білімі бар да, білімі жоқ та, жасы да үлкенді айтып жүр. Көбінесе жастар арасында келіседі. Осындай келіп, осындай намаз оқымаған адам кәпір деп бірден белшесінен баса салу деген нәрсе жиі кездесіп кеткен. Біз осы тақырыптарда үлкен ғалымдардың өзіне бардық. Әлі күнге дейін тірі Шейх Фаузанға барған кезде біз Қазақстан деген елміз, біз осындаймыз, біздің жағдайымызға біз айтыңызшы, біз дін таратып жатырмыз, намаз оқымаған адам туралы бір нүктелі бір сөз айтыңызшы, кәпір ме, кәпір емес дегенде ол кісі қайран қалып, утруку ла таштағилу, немен айналысасыңдар, тастаңдар ол тірлікті, онымен айналыспаңдар дейді да. Шынымен де қарасақ, бізге Құдай Тағала бұйырды ғой. Құранмен келетқан жол бар, пайғамбардан қалған сүннет бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын бір жерге уағызға жіберген кезде айтатыны Муаз ибн Джабалға жіберген сияқты: "Фалиякун аувал ма тад'ухум илайхи шахадату алла илаха иллаллах." Сенің ең бірінші шақыратың уағызың бір Аллахтан өзге сыйынуға лайықты тәңір жоқ деген уағыздар болсын деген нәрсені үйретіп жатқан деп бұйырған болатын. Ал бізде келеміз бірінші нәрсе сонау бір түйенің өркешіне шығып кеткендей боламыз да, барып келіп жихад дегеніміз келеді. Мына жақта адамдар ширк жасап, палшылық, болмаса сондай басқа бір күнәлар белене атқан кезде осыған өткіміз келіп қалады екен. Соның біреусі қажет болмаса такфирге шығар үкімі. Бір нәрсені білейік. Осы жерде бұл ілім бірінші айтатын, бірінші насихатым: бауырлар, жастар, айналыспаңыздар бұл тақырыппенен. Екіншіден, ақыл бұл қозғалды ма, онда біз ақиқатты айтуға тиістіміз. Ол нәрсені намаз оқымаған жалпы күфірлік па, күфір емес пе деген ғалымдар арасында бірінші талас мәселе. Бұл жалпы тақырыпта намаз оқымаса оны күфір деп айтамыз, намаз оқымаса оны пасықтық деп айтамыз деген болған. Жүмһүр көпшілік пасықтық деп айтты. Бұл бір. Енді жеке адамға келген кезде, жоғарыдағы жалпы үкімге айтқан кезде намаз оқымаған кәпір, күфірлік па, күфір емес дегенде талас бар. Бірақ жеке адамған кезінде әхлі сүнна жамааттың арасында талас жоқ. Олар оған үкім шығаратын кезде міндетті түрде одағы шарттардың орындалуы менен кедергі мен күдіктердің кетуіне қатты маңыз беретін болған. Оған ғалым, оған қазы адам үкім шығаратын болған. Кез-келген адам аузына келіп, бұны айта беріп, анау кәфір, мынау кәфір деп айта салатын нәрсе емес. Бұған өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Біріншіден, оған иқаматул худжа дейді. Оған батқан дәлелдің жетуі керек. Ал Қазақстан жеріне дәлел жетіп қойды ма, жетіп қоймады ма? Біз сол қазақ халқының арасында жүрміз. Аллахтың қалауы шығар. Бұл да Аллахтың міндет шығар. Шынымен де біз жай ғана өздеріңіз сияқты бір жай ғана пендеміз. Бірақ елдің арасында осы Аллахтың сөзінде жетсін деп жүрген кезде ауылда да болдық, қалада да болдық, дарамен де болдық, басқасымен де болдық, қарамен де болдық. Бұлатқанда алдында мал бар, мал жоқпен бәрімен де болдық. Бауырлар, шын діннің бейнесі әлі көрсетіліп бітпеген, әлі дәлелдер орнатылып жетпеген, әлі қазақ баласы, қазақ даласында жүрген қазақ баласы намаздың күфірлігі былай тұрсын, парыз екендігін білмейтіндер көп. Олар намаз оқу сауапты, намаз оққан адам үлкен сауапқа жетеді, намаз оқымасаң да мұсылман болып жүре береді деген ұғымдар бар. Бұл анық ұғымдар, ойдан алғымдар емес. Нақты дәлелдер. Мысалға болатын болсақ, бір дастарханда отырдық, жасы үлкен бір ағамыз болды. Ол кісі шынымен жаңағы тақырыпта біз ел бір аты жөн атау айып көріп отырмыз. Бірақтан ол кісі шынымен Аллах біз ойлаған артық етіп сол ағамызды, ақылы сондай тұнық болған, сөйлеген сөзі терең болған ағамыз еді, елге қызмет жасаған, елдің қамын ойлап жүрген. Дастархан басында әңгіме қозғалып, әруаққа сыйыну тақырыбы қозғалып кетті.
О кісі әруаққа ата-бабам сыйынған болады деді. Сосын рұқсат сұрап, аға ренжімеңізші, мен Құран аяттарынан сүйен бір айтып шықсам бола ма? Жарайды деп айтқаннан кейін, о кісі мұқият бір құлағын салып 15 минут тыңдағаннан кейін орнынан тұрып айтты, бауырлар, біз қатыгезбіз, Құдайдың сөзіне қарсы бара алмаймыз ғой, әруақты сыйлайық, сыйынуға болмайды екен. Шынымен де Алла бар екен, бір ғана өзіне сыйыну керек екен ғой. Алла солай бұйырып жатыр екен, пайғамбарлар солай айтып жатыр деген сөз айтқан кезде, сол кезде және де сол жерде бір бауырымыз асығыстық жасады ма, жоқ білімінің оның да саяздығы ма, орнынан тұрды, ой ондай болса аға, тәубе қылыңыз да мұсылман болыңыз деп еді. Ана сөз түсінетін ағамыз орын ашуланып, бетіне қаны шапшып орнынан қарып, не деп айтып тұрсың? Мен мұсылманмын, ата-бабам мен мұсылман болған, мен құл хуаллаху ахад деген сүрені білемін, мені әкем молда болған кісі деп қатты ашуланды. Міне білімсіздіктің салдары. Біз жұмшайды, аға жоқ, ол кісі сізге намаз оқысаңызшы деген сөз айтқысы келді деп түзей бастадық. Міне осы нәрселерді біз түсіне білуіміз керек. Халық арасында намаздың болатқанда тастау күфірлік тұрмақ, талас мәселеде болып тұрған. Оның парыздығын білмейтін адамдар көп болып тұр. Сол үшін сен жеке өзің біліп алдым, елдің бәрі мен білген нәрсе ел біледі деп ойлап қалма. Сенің білгенің өзі шала болып тұр. Сенің білгенің өзі шала болып тұрған кезде, онда сен басқаларға о шала тіршілігіңді жамауға ешқандай хақың жоқ болып табылады екен. Сол үшін намаз оқымаған адам кәпір деген екен, бұның артында қандай зардаптар тұр? Өте үлкен зардаптар бар. Кейінгісін естіп кәдімгідей зәрең ұшады, денең түршігеді. Намаз оқымаған кәпір деп қызға үйленген кезде әке-шешесін оның қызықшылығына қатыстырмай, қызды сырттан бір бауыр тауып келіп, ол намаз оқымайды, ол уәли болмайды, неке қиюға қатыспайды, оның хақысы жоқ деп бір бұрышқа барып неке қызды қиып келеді да, ал артында қазақ айтқандай терең бартырады, көп қорқытады деген сияқты жауапкершілік сезіммен бұрышта қиылған неке бұрышта қалады да, оның хақысы өтелмей қалады. Қанша қарындастарымыз жылап қалып жатыр. Қанша қарындастарымыз жылап қалып жатыр. Намаз оқымайды дегеннің арт жағында жауапкершіліктің төмендеп жатыр. Намаз оқымайтын арт жағында олардың сойған малын еті болмайды, жеуге болмайды деп дастарханның басында сойылған малдың етін бір табақтың басына отырып біреу жеп, біреу жемей, біреу тырысып, біреу ұрысып отырған адамдардың қатары көбеюге себепкер болып жатыр. Намаз оқымайды деудің қатарында кейбір қатты кеткен адасқан бауырлардың, олар кәпірлер дүниесін алса болады, кәпірдің дүниесі халал, әйелі халал, малы халал деп кеп лаңкестікке, осындай бір жаңағы жауыздыққа жол ашып алып жатыр. Осының бәрі не үшін керек еді? Мұсылман күзейтін адам ба, мұсылман дүзейтін адам ба? Біз білейікші, мұсылман от сияқты өртей ма, жоқ жаңбыр сияқты гүлдете ма? Егер Алла Құранда айтқан болатын болса, "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин", ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, біз сені әлемге мейірім ретінде жібердік дейді. Қайда ол мейірімдер? Қайда ол нәрселер? Қоғамда сені көріп, мұсылмандар ішкен арағын тастасам деп, батқанда күйеуінің жаңағы араққа батқандығын көріп, әйелдің жүрегі ауырып жатыр. Соның жүрегіне ем бол. Әруаққа сыйынғандар бір Аллаға сыйынуға шақыр. Палшының сонысы алданғандарды қайтар. Зинақорлықтан тый, нашақорлық, маскүнемдік, қанша деген қылмыстар, қыздардың абыройы ашылып, далада киінген жалаңаш күйінде кезіп жатқан кезде, соны етегін созып, батқан кезде соның бар келетін нәрсеге үйретуменен керек жоқ. Мәселен, біз шайтан азғырып қалмасын. Некенің бұзылғаны, таяқ жеп жатқан айналып кеп өзіміз мұсылман қыздың әкесі не, оның намаз оқымайды, кәпір дейміз, қарында салып кетеміз, жауапкершілік жоқ, алып келеміз, ертең тастай саламыз. Ол қыз ертең ана әкесін ренжітіп кеткеннен кейін, ана жігіт тастағаннан кейін баратын шығатын қыры жоқ, түсетін сайы жоқ, не істерін білмей қыз жылап қалып жатыр. Талақ көбейіп жатыр. Ал Алла Құранда айтады, Талақ сүресінде талақтың шарттарын, талақтың болмауын айтып келеді, айтады: "Ва каййим мин қарияtin атат ан амр раббиха ва русулихи фахасабна хисабан шадида ва азабна азабан нукра" дейді. Талақ туралы, неке туралы айтып келеді. Қанша деген қалалық тұрғындар болды, қанша деген елдер болды Аллахқа қарсы шығып, оның елшісіне қарсы шыққан себепті біз олар қатты есепке алдық, олар қатты азап берді дейді. Кейбір тәпсірде ғалымдар айтады, талаққа қатысты аяттар арасында тұрғаннан кейін дейді, егер қайсы бір қоғамда, мұсылман қоғамда талақ көбейсе, ол қоғам өспейді, өшеді дейді. Біз өзіміз өшіріп жатырмыз. Бұған хадистерде дәлел болады. Іблистің жақсы көретін күнәсінің біреусі мұсылманның семьясының бұзылуы. Сен жауап, әкесі қатыспады, шешесі қатыспады, осыдан келдіңде жауапкершілік оңай алған нәрсе оңай құриды. Жаңағы сол үшін осындай қарындастарымыз айтамыз, қарындастарымыз, айналайын, жылап қалмаңыздар, алданып қалмаңыздар. Міндетті түрде әкенің батасы, міндетті түрде шешенің тілегі, міндетті түрде ол сені алғысы кеп тұрса шыдасын ол жігіт, сені пайдаланып кетпесін, ол сен барсын. Екі әйел қыз бен жігіт қосылған кезде ол қыз бен жігіт қана қосылды емес. Қазақ айтады, бұл айтқанда ұл өссе тынысың кебеді,
кеңейеді, қыз өссе өрсін кеңейеді дейді. Өрсін ол шариғатқа сәйкес нәрсе. Сол үшін Құран аятында да неке қиғаннан кейін сүннет бойынша қылатын аяттардың бірісі, Ниса сүресі алғашқы аяттарында, ода туысқандық қарым-қатынас үзуден қорқыңдар дейді. Қыз бен жігіт үйленгеннен кейін әке шешеде араласуға жол тастау керек. Араласу керек. Олар да қуансын, өсірген, өндірген қызының бірақ та бой жетіп жақсы кісіге шыққанын көріп, дастархан басында қуанып отырсын. Ұлының өсірген, өндірген ұлының көріп, жақсы келін тапқан алып, ол да қуанып отырсын. Енесі келіннің қолынан шай ішіп қуанып отырсын. Байтқанда қайынжұрт күйеу баласының байтқанда өзінің үйінде қызмет жасаған көріп, ол да қуанып отырсын қызының жағынан. Байтқанда туысқандарға қуаныш сыйлаудан неге қашамыз? Шайтан азырып кетпесін. Шайтан азырып кетпесін. Шайтанның әрқашанда адамның дұшпаны, ол әрқашан адам болсын адастырғысы келеді. Пайғамбар ва iyyakum wal ghulu, сендерге дінде шектен шығуға тыйым салынады деп пайғамбар айтып кеткен. Ва iyyakum wal ghulu, діннен шектен шығуға тыйым салынады деді. Неге деді? Өйткені ілгергі қауымдар деді, дінде шектен шығудан деді, құрыды деді, жойылып кетті деді. Жойылып кетіп жүрмейік, бауырлар. Орта тұсты ұстайық, білейік, санасайық, ілімі бар адамдар, тәжірибе адамдармен, интернет болмайтын нәрсеге сүйеніп алып, соны ілім екен деп ойлап, өзінің қаттылығыңды бір тақуалық деп ойлап қалып жүрмейік. Жоқ, ол емес тақуалық. Тақуалық міндет түрде ілімге сүйенуге тиісті, ілімге негізделуге тиісті. Ғалымдар айтады, әл-амалу биля илмин джинаятун, ілімсіз амал жасау қылмыс дейді. Қылмыс жасап жүргендерін боққап жүрмейік біздер. Одан кейінгі және де бұл жерде айтып кетейін дегеніміз, намаз оқымаса күфір деген үкім жоқ. Бірінші сөз Шейх Усеймин айтқан сияқты, «Ал-аслу фиман янтасибу лил-ислам бақау исламихи», кімде-кім мен мұсылманмын деп тұрса, мұсылман деген сөзбен бастаймыз. Одан кейін осы жаңағы намаз оқымау күфір үкіміне байланысты біз жоғарыда түсіндіріп айтып кеттік. Оның қаншалықты ілімге сүйену керек, оның дәлелге сол, дәлелсіз болып отқан пікірлер, балалардың өзінше еліктеулері, бірақтан кей кезде мынандай нәрсені біз байқағандай болып тұрмыз. Адам қазақта мынандай мақал бар, келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Халил кезінде біреуге ұстаз болды, біреуге Құран аятын үйретті, біреуге араб тілін үйретті, біреуге намаз үйретті. Оның жүрегіне сол сөздеріменен, ісімен сіңгеннен кейін, оның жаңағы дұрыс жағын көргеннен кейін бұрысында сіңіруге бір бейімделу бар сияқты болып қалады екен. Ол бауырымыз ғой, ол ілім егесі ғой, ол айтты ғой деген. Жоқ, ол онымен шектелмейді. Ақиқат әрқашан шартқа сәйкес болса ақиқат, ғалымдардың сөзіне сәйкес болса ақиқат, ол бір жеке адамның оның беделімен өлшенбейді. Беделді айтқан адам үшін болды, осыны дұрыс деп ойлап қалмайды. Сол үшін біз естіп қаламыз, Халил бауыр айтқан, намаз оқымаса ол қандай болсын, не болсын, намаз оқымаса да жеке адамның өзіне күфір үкім шығарамыз деген сөздер айтылып жатыр екен. Бұл егер болатын болса қате, дұрыс емес, ондай нәрсе жоқ, бауырлар, ондай емес. Ешқандай намаз оқымаса болды кафір деп айта салу. Бұл үлкен қателік. Баса айтамын осыны сіздерге. Сақ болыңыздар ондай ойдан. Ширкке ұсынған мұсылмандар арасында айырмашылық бар екен естен шығармайық. Иә, біз оларды мысал ретінде келтіреміз. Олар осылай істеуші еді, олар осылай табынушы еді, олардың сыйынған пұттары ана бабаларының әруағын елестету үшін қойған мүсіндер еді деп айтамыз. Бірақ олардың дәлме емес аржаны таңы түсіндірмелер бар. Қарауымыз керек. Ол пайғамбарымыздың кезіндегі мүшриктер қандай еді, қазіргі кездегі біздің намаз тастаған кісілерге қарайық. Олардың кездегілер пайғамбарын мойындаған жоқ. Олар Худайбия сұлхында Мұхаммед Расулла, Мұхаммед Аллахтың елшісі деген кафірлер мен мұсылман арасында келісім отырған кезде Мұхаммед Расулла, Мұхаммед Аллахтың елшісі деген сөз жанда Аллахтың елшісіне сөз өшірмесеңдер келіспейміз. Біз оны Аллахтың елшісі мойындамаймыз деген. Ал қазақтың кез келген баласынан сұрашы, намаз оқысын, намаз оқымасын, үлкенінен кішінен сұрашы, Мұхаммед кім десең, пайғамбарымыз ғой дейді. Балалардың атын қойып жатыр, Мұхаммед деп. Не үшін? Ар жағында сезім болғаннан кейін. Одан кейін бұл бірінші ұқсамастық. Екінші ұқсамастық бар. Ол кездегілерге намаз оқытпады мұсылмандарға. Намаз оққанды көрсе ұрды, соққыға жықты, қылқындырды, пайғамбардың үстіне түйенің шек қарын төк кеткендер адамдар бар. Намаз оққан көрсін басын аяқпен басам дегендер болған. Арайталлази яна абдан иза салла деп олар сипаттарды. Көрмейсің бе, құл намаз оққан кезде тыйғанды деп айтып кеткендер бар. Ал қазір қазақтың үйіне барда, ол тіпті арақ ішетін болсын. Мен намаз оқиын деп едім десем, мына мата жарайын ба, мына мата жарайын ба? Қай су, мына су керек па, жыл су керек, мұзай су керек па деген сөз айта бастайды. Яғни сенің намаз оқуға мүдделі. Қай үйде оқисың? Мына жерде ме, мына жерде ме? Тезірдің даусын басайық ба, бала жыламасын ба? Шығып кетейік па, тұрай берейік па деген сияқты. Мен жеке басыма қанша рет көрдім, үй емес, пойызда жатқан кезде, кешіресіздер ма? Мен бір жерде сәл ғана аяқтарыңыз көтеріп тұрсаңыздар, мен бір 5 минут намаз оқысам, мүмкін шыға тұрайық деп айтады. Өшіре тұрайық деп айтады. Сол үшін бұл жерде
Бұл және бар нәрсе бар екен, есін шығырмайық. Одан кейін олар ол кез мүшрик Құранның аятын Құдайдың сөзі деп мойындамады. Олар не деп айтты? Фақала ин хаза илля сихру юсар, ин хаза илля қаулул башар. Бұл Құран деген ол Құдайдың сөзі емес, бұл адамдардың басына ұртатын сиқыр, бұл деген адамның өзінің ойлап тапқан сөзі деген сөз айтқан ол мүшриктер. Ал біздің қазақтың үйінде Құран жоғары жерде тұр, сандықта тұр, ағматада тұр. Құран үйінде мешітке барып Құран оқытып жатыр, үйіне молдан шығарып Құран оқытып жатыр. Содан өлгеніне сауап баратып жатыр, өзіме берекет келеді деп жатыр. Алақан жай бетін сипап, содан бір үміт күтіп отыр.